Қайырлы кеш достар, қайырлы кеш Жайдарманның тұрақты көрермендері. Қош келдіңіздер. Көңіл күйіміз қалай, жақсы ма? Бүгін өздеріңіз көріп отырғандай Маңғыстау облыстық ашық чемпионаттың финалы ақтық мәре. Баршаларыңыз Жайдарманға қош келдіңіздер. Қымбат достар, бізде Маңғыстау облыстық Жайдарманға жылдың басында маусымашарға 50-дің үстінде команда келді. Соның 12-сі осы жоғарғы лигаға жолдама алып, әр кезеңнен командалар азайып, бүгін міне ақтық мәре финалда 3 команда қалып отыр. Ендеше командаларды кезек-кезек ортаға шақырайын, сіздер қаттырақ шапалақпен қарсы алыңыздар. Асабалардан құралған календар Жайдарман. Еркін құрама, Ақтау қаласы, Татьяна Жайдарман тобы. Және үлгі алатын командалардың бірі Қарақия кәсіптік колледжі ұстаздар құрамасы. Осы 3 команда бүгін сізде... Мынау қайсы аузында бір ысқырық артық жүрген? Тәт-тәт-тәт-тәт, құс кіріп кеткен ішке десе. Қай жақтан шығып отыр? Давай, командаларға кедергі жасамаймыз. Құрметті еріні ұзын жігіттер. Екі саусағы артық жігіттер былай ысқырып отқан. Кедергі жасамаймыз. Тас бар ма? Сәкөш, Жайдарман берекетін алма. Бізде осы командаларға қазылық ететін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Чемпион 2020 Боранқұл Жайдарман тобы Нұртай Қоңыратбай. Нұртай ойнаса бірінші орын алып тұрған сияқты бүгін. Тағы да басқа қазылар алқасына осылай қолдап отырыңыздар. Маңғыстаудың еркесі, Жайдарманның еркесі Нұрлыбай Жұмағалиев. Ал келесі жанның қалай билейтінін бірге көрейік. Ардагер Жайдарманшы Эльмира Абатқызы.
осылай Нұрлыбайды қарап қойыңдар, біз музыкада билей береді ол. Біздің ағамыз Әлқуат Насухаұлы. Сенің миың болмағанда енді кімдікін жей. Ау. Не деп отыр? 40-қа келгендер билемейді. Билетеді дейсің ғой да 40-қа келгендер. It's Micah E on the beat. Hey, this one na sara sara. The beat is tarantana. You go make. Және Жайдарман жоғарғы лигасының 2015 жылғы чемпионы Күлтегін Мәтжан Бектұрған. 33-тегілер осылай билейді тек, 2 движение. Көңіл-күйіміз қалай, жақсы ма қазылар алқасы? Бізде бүгін осы 3 команда сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін болады. 3 сайыстан тұрады, оның барлығын қазір сіздерге толықтай айтып берем, ал әзірге командалар артқа барып дайындалуға рұқсат. Командаларға сәттілік! Бізде айта кетейік 3 сайыстан тұрады: сәлемдесу, командалық жамбату және үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы бізде жұлдызбен. Арнайы сіздер үшін Қазақстанның әр жерінен жұлдыздарымыз келіп отыр. Оны қазір өздеріңіз көресіздер. Бірінші сәлемдесу сайысы жоғары пай 5 бастайтын календар құрамасы. Көзім жауын алар, бүгін Жайдарман. Аққазғымды сол үшін талай тойлардан. Осы бізге Жайдарман не береді екен? Кубок алып қайқайып бүгін финалдан. Ей, бүгін финалдан. Қалай қылайық, жюрилерге бүгін біз қалай ұнайық. Календар деп келді ғой мына қалайық. Ей, қазақтың тойы бітсін! Ей, корпоратив ұрмаймыз ба? Осы чемпионствоны негіз қатты алғымыз келіп жүр ағай. Кешесіздер. Жігіттер, финал. Бүгін қалайда бас жүлдені аламыз. Ешқандай уайымдамаңдар. Біз залда жартысы асабаларды қолдап отыр. Жюриде өзіміздің ағамыз Жанашыр Дәулет Сағынтаев отыр. Дәулет жоқ бүгін. Дәулет жоқ па бүгін? Дәулет жүлде жоқ. Дәулет қайда? Дәулет міне. Ассалаумағалейкум деп жазған ғой чатқа. Бір күн бос деп. Мен боспын, Рамазан қари. Жұмыс күн ғой негізі, бәріміз боспыз ғой. Жігіттер, бастарың істейме 24 финал емес пе? Бір бастау заттарын до конца апарың жейші. Бір күн алмасаңдар өлейсіңдер ма сол тойдан? Қойын, давай, ойынға дайындалың. Қайырлы кеш, қымбат достар. 24 қараша, көңіл күйім тамаша, салтанат палыста тойдамын. Сол айтайын деп басқа дым шаруа жоқ. Дәкеңнің көшімізбен шаруасы жоқ дейсің ғой да? Жігіттер, бізге бар ғой, дәкең болсын, басқа болсын, бәрі бізге финалда бірінші орынды бермейді бізге. Неге?
политика емес па ол? Политика не қатысы бар бізге? Айтып отыр ғой бізде тамадыларды соттау керек, тойды азайту керек. Тем более карантиннің кезінде ресторанның артынан кірген жоқпыз ба? Бүгінде крик та. Той есімі мынау? Стоп! Мына заманда еркектерге ештеңені шешпейді. Бәрін шешетін әйелдер. Эльмира апай, мынаны сізге арналады. Өзіңде тағдырым жан шуағым, көзіңнен көремін таң шырағын. Елігім серігім бола білші, өмірде кездескен бал шынарым. Жанымда сен, таңымда сен, көңілдің көктемі таңымда сен. Білермесің, сүйермесің, сен менің сүйікті Эльмирамсың. Сен менің сүйікті Эльмирамсың. Сен менің сүйікті Эльмирамсың. Сен менің сүйікті Эльмирамсың. Бес қоясың, бес қоясың. Дамашқа бәріне бес қоясың. Болды, қоят, болды. Жайдарманды той қылуға келген асабалар финал құтты болсын! Шапалақ қайда? Рахмет. Сонымен, құрметті достар, алғашқы әзіл Айгерім Қалаубаева темір жолда жұмыс істесе. Рахмет. Енді құрметті достар, финал болғаннан кейін біз кішкене той қылғымыз келді. Мына отырған қонақтардың кейбір көрермендердің столдарының астында лотерея билеттерін біз жасырған жоқпыз. Олай болса, қорықтата бала кезінде. Пока домбыра тартам өтеймін. Сонымен, құрметті достар, қазіргі кезде тойдың неше түрін көріп жүрміз. Шетелде болатын той бар, теңіз жағада жасап жатырған той бар. Сонымен фантазиямызды қосайық. Түрмедегі той. Ассалаумағалейкум ағалар, Апоркідегі жағалар. Бүгінгі тойда ешкім кіріп шықпайды. Сендер шыға алмайды екенсіңдер ғой да? Брат, сен ақыры отырдың ба? Короче, бүгінгі тойымыздың ең бірінші призы қонаққа не деп ойлайсыңдар? 12-деш? 12. Аузы толған темекі. Бүгінгі призіміз ең алғашқы темекі. Бүгінгі тойға ең бірінші келген кім? Кеш, братан. Қашан келдің? 25 жыл бұрын. 25 жылдан ерте келгендер бар ма? 25 жылдан. Молодец, братан. Мынау саған. Оныңызға. Не болды? Не болды? Ау! Асқайрақ қайтайық. Зият Қасқас, 18 жыл бар емес па? Жарқырап жайнашы жұлдызымдай менің жаныма, сайрашы бұлбұлымдай менің жаным. Жадырап жаз гүліндей күлімдесеңші, балауса арналады саған әнім. Көзімде түпсіз тұңғиық, тұрғандай тынып дүниеq. Hey! Сынап емес.
келесі ағайын сыйлап келіп отқан шығармыз ағайын, бір қол соғып қояйық. Құрметті әділ қазылар, енді бәрі ойлауы мүмкін, енді асабалар бірінші маусымға түсіп қалай финалға жетті деп, бірақ тоймен бірге қатар Жайдарманды алып, бүгін маусымда финалдамыз. Алмас, 5 жюридің 4-еуі асаба және КВНшік өздері түсініп отыр. Қорықпа. Қазақтың тойында номер 1 болып жүрген Ақтаудың номер 1-дері Жайдарманда да номер 1 болғымыз келеді. Сіздермен бірге болған тойдың балалары. Кешті, қазақтың тойы өтпесін. Екеуміз жүргенбіз ордада суықта, жаным Сырдария самалын ұмытпа. Ақ көйлек кір жағам, қызарсыны тұрмаған, жүрегімнің жартысы, қайда жүрсең боламан. Ақ көйлек кір жағам. Календар құрамасы өз алғыстарын Аманжол қызы Бағила ханымға білдіреді. Ал біз өз алғысымызды осындай Маңғыстауда үлкен Жайдарманның өтуіне себепші болып қолдау білдіріп отырған Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқармасына және Маңғыстау облысының жастар ресурсы орталығына өз алғысымызды білдіреміз. Және де бізді қосымша тағы да демеушілеріміз бар. Бізді көптеген жерде Жайдарманда стендапта кез келген осы жастарды қолдап жүретін Кредо парфюмге өз алғысымызды білдіреміз. Сәлемдесу жалғастырамыз. Ортада Татьяна құрамасы. Жайдарманда бүгін бейби Татьяна. Жайдарманда Татьяна келді қолда, финал қайнағанда, күліп отыр өзінше болма. Ұстаздар асаба, берекет бізден бүгін асама. Сабағы, тойлары, шығып қалса бізден әлге қашама. Қарып отыр демалып кет, бұл Жайдарманның арқасы. Бізге нормально бағаңды бер, әлі ғасырлар алқасы. Жеңу үшін біз келдік Татьянадан. Ауылдан ән айтатын апашкын алып келдік. Сәлем ақты! Ей, жігіттер, финал! Маңызды ойын! Ешкім көрсетпеген нәрсені көрсетуіміз керек. Мен кідік көрсетейік онда. Қомаш, оны фемида көрсетіп қойды ғой. Менгі нән оларды кідік. Финал! Маңызды ойын! Қарсыластарымыз кімдер? Ұстаздар! كنت ميتا في بحور الغي. Ондай ұстаздар емес. Одан кейін қарсыластарымыз асабалар. Ондай ұстаздар емес. Біліммен жегеміз. Мысалы біздің командада Бақос. Бақос білімді, ақылды, менталды арифметика қатысады. Мысалы, 2-ге 2-ні қосшы Бақос. 4 қой Бақос. Бүйтудің қажет жоқ. 1, 2, 3, 4 кәдімгі сан. 4-тен 2-ні алшы ал. Одан кейін қарсыластарымыз асабалар. Азамат, есіңде болсын. Кез келген жайдарманшы асаба болады. Бірақ кез келген асаба жайдарманшы бола алмайды. Сөзді қысқасы бар емес пе? Жайдарманды қою керек олар. Оларға Жайдарманнан бір мұнан қою керек қой. Құрметті достар, финал бүгін маңызды ойын.
другого города, да? Ваш, это, лицо не похоже городского, типа. Но я администратор города, я, типа, поднимаю настроение людей. Поднимаю настроение людей там. Можно вам анекдот скажу чуть-чуть? Можно, да? Однажды этот официант был, и он в ресторане обслужил человека, который... И один клиент приехал, и клиент типа еду заказал, и через 15 минут официант еду приносил, и клиент говорит типа, официант, почему еда это холодная, говорит, и официант говорит, потому что вы мороженое заказывали, говорит. Официант говорит, мороженое заказывали, мороженое. Әзіл ғой, рахмет сізге. Көңіліңіз көтеріп кетейін деп бұйырса 24-те Декабайда Жайдарман КВ бар. Соған келіңіз, менің атымнан билет сізге. Самат, өршітші. Басым жасай ма? Бүгін бұл финал 24-те Декабай, қара, қазылар алқасын қара, кімдер келіп отқан? Саламатсыз. Не ойын Нұрекем, но? Мен администратор города болып неге білмеймін мұндайтын. Документтер бәрі дұрыс па, бәрі нормально ма? Қазылар алқасы удостоверениелеріңді ашып отырыңдаршы, бәрін тексерем мен. Ашып отырыңыздар, шынымен өтірік айтып тұрған жоқпын. Тек алдын емес, артын ашып отырыңыздар еще. Кім Нұртай Нұрлыбай қашпа. Финал енді басталды. Бұл финалда жігіттер айтайын, чемпион болу үшін шоу көрсету керек. Шоу керек. Бар ма? Жігіттер, шоу ма? Шоу керек. Шоу керек па? Бар ма? Шоу дейсіңдер ма, жігіттер? Шоуды мен шығарғам ғой. Так, шоу ма? Бауырым жүрші. Шоу көрсетем мен сендерге. Шоудың көрмедіңдер ғой, сендер көкесін бар ғой. Шоу дейтін. Мынандай болады. Шоу ма, міне? Міне шоу сендерге. Міне. Шоу ма қалай жігіттер? Жоқ, қызық емес. Басқаша шоу керек. Тоқта. Менде басқа шоу бар онда. Шоу ма қалай? Күшті емес па? Жоқ, басқаша шоу керек. Мынау да болмай ма? Басқа шоу менде онда. Таң қалдыратын. Мынау бар жігіттер қалай? Тоқтатыңдар жігіттер, шоу нес? Онсыз да үштікке кіріп түсіңдер ғой. Сендерге шоу керек болса, маған денсаулық керек. Бізге чемпиондық керек. Жан тұр, жан бас сүйкем, 12 сан тұр. Сарапаты мініз бар, мұт-мұртық зіңіз бар. Тарихи жерім бар, ермініз кенім бар. Ақтау шаң өзен аты. Жалғастырамыз Өзбекстандағы менталды арифметика. Дайынсың ба? 384-ке 255 қос, 285 тал, 15-ті қос. Хоп! Қателесіп, басқа номерге ақша аударып қойған бала. Алло. Самөрдік апа, бақос бар ма? Бақос бар! Апа, жаңа ақша аударып қойып едім, байқамай. Саған да қарыз бет ол. Апа, керек емес, жасырғаны болса. Жалғастырамыз. Махаббат станциясы мен поезд Пусан кинолары бір вагонда түсірілсе. Қазіргі таңда дәл осындай алаяқтар көбейіп кетті. Ойбай! Апа, керек емес, жасырған болса, апа, керек емес. Жылаңшақ тақсу қуаты. Ойбай! Көреміз біздің Татьянадағы подиум.
Бекаң футболкасы. Бекаң футболкасы. Дерзкі да. Не, Бекаң шапаны ғой. Бекаң ятыр шиші. Ауыз бірсілігі жоқ, рекеттер. Алло, қысқасы, балаңды көргің келсе, 1 миллион теңге әкеліп таста. 5 миллион деймін. 5 миллион. Жете ма? Жетеді. Болды. Тыныштаңдаршы. Миллионнан бөлеміз. Алло, жаңа рекет па? Балаңды көргің келсе, 5 миллион теңге кешкі сағат 8-ге әкеліп таста. Бала садиктен алу керек. Максим барайық. 11 деймін оны. 11 нормально. Нормально. Ал, тағы мен ғой. Балаңды көргің келсе, 5 миллион теңге кешкі сағат 11-ге қалаң сыртына әкеліп Sonunda da bolsa yerimi жатыр. Сөз соңында. Бүгін маңызды ойын, финал. Ал финал біз үшін той. Той болғандықтан біз Қазылар алқасындағы жалғыз гүліміз Монт апамызға сыйлық бермей кетпегенді жөн көрдік. Беріп кеткенді жөн көрдік. Сахнаға Монт апамызға сыйлық. Екі беті оның домби-домби, билігені оның домби-домби, қызыл ерні оның домби-домби. Қажет емес маған модельдер домби, жақында бері мая малышка. Сенің күлкің самая вышка. Монт апа, мына сыйлық сізге. Мына сыйлықты ашпаңшы. Бәрі білгісі келіп өліп барады. Не бар екен деп şimdi. Мына бірінші қартада отқандар, не берді екен деп кәдім. Ашпай қойыңыз, іштері күйік қалсын бәрін. Тоқтаңдаршы, жігіттер. Мында дейтін бар ғой. Тамадыларды көрдіңдер ма? Алмаз, Рамазан, Нұрсұлтан дейтін жігіттер бар ма? Бар. Біздің тойымыздың басталып кеткеніне 3 сағат болды ғой. Әлі жоқ мыналар дейтін. Не деген бассыздық, ұят емес па? Не деген масқара бұл деген? Ағайлар, не ғой? Біздің ұстаздарымызды көрмедіңдер ма? Мектепте жүрміз ғой, сабақ өтпей. Сол ғой? Бізге келіп сабақ бермейді ма? Сол ғой? Міне достар. Біз сөзіміздің соңында айтатын сөздердің картинасы осы. Самат, кіре отыршы, басқа командалар артынан іздеп келіп отыр ғой. Біздің артымызда ешкім іздеп келмейді ма? Азамат іздеп келмейді бізді. Біздің үйіміз осы сахна. Сіздермен бірге болған Татьяна құрамасы. Рахмет. Ақтау! Татьяна құрамасы өз алғыстарын Мен Шоп Ақтау киім дүкеніне және 7-12 шаңырақ кафесіне білдіреді. Бізде сәлемдесу сайысы аяқтайтын Қарақия кәсіптік колледжі ұстаздар құрамасы. Бүгін финал, маусымның соңғы ойыны, ал ұстаздар үшін ол қорытынды концерт.
төгетін, жымыса нұр себетін ақ маржан қала Ақтаудың ақ жарқын тұрғындары. Бүгінгі әзіл бәйгесінде ойы ұшқыр, тілге шешен, білімі дариядай терең, сауаты сарқылмас, талантты жастар және Татьяна мен асабалар құрамасы бақ сынайды. Финалдық сайыста кім мәреге бірінші жетер екен? Дукай, сен қалай ойлайсың? Сразу айтып жүрші. Сразу айтпаған не істейін деп едің, өлтірейін деп пе едің? Сөйтіп талтаңдамаңшы, сразу айту керек қой деп. Айтам ба, айтпайым ба, өзім білем ғой. Дұрыс айтасың, Дукай. Ең бастысы өнер бағаланып, ешкімнің еңбегін жемей, ойын әділ өтсе екен. Еңбегін жемеймін, анау-мынау деп, Атырау жақта криминал бірдемемен айналысып жүрген адам ұстамай. Оны айтпаңшы, еңбегін жемеймін деп. Ендеше көптен күткен ұстаздар құрамасына кезек берейік. Мыналар деген дерсіз заттар келең, оригинал. Өздерінің бетін үйіне тастап кеткен, біреудің бетін салып алып келіп тұрмын, жерге ұялмайтын бәлелер. Айыппыз деп тұрды, оригинал заттар. Ал ендеше қарсы алыңыздар. Арамызда қалсын бір әні басқа нұсқада. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Құрметті әріптестер, Ерекен құттықтап қойсаңыздар. Ерекен құтты болсын, жаңа іш киім сатып отырсыз ғой. Құтты болсын. Рахмет. Жеңге ішкеге новый ночной ішкі алыпсың ғой, ол да құтты болсын. Құтты болсын. Рахмет. Ереке, жалпы енді не сатып алам деген ой бар? Манадан кейін терезеге жалюзи алатын шығармын. Бәрін сығалап берекетті алдыңдар ғой. Мы залетим на карнавал, тут как в Рио-де-Жанейро, и сегодня будет бал. Жігіттер, қыздар, бүгін финал, маңызды ойын. Бізге мүлде қателеспеу керек. Ереке, сосын өтініш. Ең болмаса бүгін Ағылшын апайға қырындамай қойыңызшы. Солға ғай, ұялмайсыз ба? Мен де біреудің қарындасы шығармын. Мен де біреудің інісімін. Сенен үлкен тағы көрі бар ма өмірде? Жігіттер, жақсы. Жамандаған емес, мал екенсіңдер. Жоқ болып өткіш бе жерде. Жасым 50-ге келгенде маған да оңай емес. Мына жастармен жарысып жайдарман ойнап жүрмін. Жақында бір құрдасым катеш салып отыр. Екінші бір құрдасым новый автокөлігін алып, бір құрдасым қайтыс болды. Енді айтып жатқан сол кімнің не істеп жатқан. Сол құрдасымның бұл 40 күндік садақасы. Қазанның басында жүрудің орнына жайдарман ойнап жүрмін. Менімсіз махаббат. Мен жайдарманды сүйемін. Бәрекелді. Бастарды әкететін вайфтаны келдік. Стиль таза Қызылорда деп Белучи жырламақшы Ерекеңнің авторлық шеберлігіне бәрекелдіден басқа ештеңе айта алмаймын. Да, Айнұр, я согласен с тобой. Ты права. Ал праваны беретін Арсап Ташколасы Эльмира қарындасым. Бүгін финал болғасын ұстаздардың құрамасына көмекке әлемнің ұстаздарын шақырдық. Әлемнің алғашқы ұстазы Аристотель. Асабаларға қарағанда шынымен де номер 1. Жақында қажылыққа барып келді. Шығыстың екінші ұстазы Әбу Насыр Әл-Фараби. Ислам философы және музыка теоретигі.
типа тарихтан беретін, географиядан да беретін апай сияқты ғой. Ал бұл ағартушы ұстаз Ыбырай Алтынсарин. Неге ағартушыға мына жігітті таңдады деп отқан шығарсыздар? Себебі бұл жігіттің қасында біз барлығымыз ақ болып көрінеміз. Бұл ұстаздар тарихта өзінің атын қалдырған ұстаздар. Ал енді өзінің денсаулығын қалдырған ұстаздарды қарсы алыңыздар. Бұл Ералда технология пәнінің мұғалімі. Алғаш емес, беш емес. Технология ағайы мектепте мына сөзімен танымал. Апай, бір екі ірі бала берші, арақ көтеретін. Мүмкін парта көтеретін шығар? Партаны любойы көтереді. Падуша мәңгілесетін адам керек. Ал бұл информатика ағай. Оператор компьютермен жұмыс. 2000 теңгеге ЕЦП ключ ашып береді. Компьютерді бала кезден. Ал бұл жыныстық сауаттылық пәнінің ұстазы. Биыл бұл апайдың оқушыларының барлығы 5-ке шықты. Бірақ ол информатика ағайдың арқасында. Главный, даусын шығармай қарайсыңдар ғой. Ал бұл Ералдағы орыс тілі апай. Сегодня или завтра пора за мной. Орысша түсінеді, бірақ сөйлемейді. Орыс тілі апай, сіз маған мына сөздерді орысшадан қазақшаға аударып беріңізші. Да. Бұйырса. Нет. Бұйырса. Наверное. Бұйырса. Обязательно. Бұйырса. Неге Ералының қарапайым ұстаздары әлемнің ұлы ұстаздарымен бір қатарда тұр деп ойлайтын шығарсыздар? Себебі бүгінгі ойыннан кейін біз де әлемнің ұстаздарының қатарынан болғымыз келеді. Бұйырса. Неге күле береді? Киімім жыртық емес пе? Дұрыс айтасың, Дукай. Мен ештеңе айтқан жоқпын, нені дұрыс айттым? Финалдық ойында барлық командалар өздерінің осы күнге дейін өткен жетістіктерін айтады. Ал ұстаздардың басты жетістігі ол оқушылары. Кез келген ұстаз халықтың алдына мектепте сабақты жақсы оқитын, тәртібі жақсы оқушыларды алып шығып жатады. Ал біз бүгін керісінше, тәртібі нашар, мектепте сабақты оқымайтын балалардың хорын алып шықтық. Үлгерімі төмен тәртіпсіз оқушы үшін ұстаздығы нелейді? Ұстаздың кеудесінен итеріп, тіпті мойнын бұрап, басын жерге қаратқан. Мұғаліміне дауыс көтеріп, балағаттаған сәті түсірілген. Мен ұстаздарды түсінбейм. Ал мен сабақ оқығым келмейді. Телефонымды апай тартып алды. Ағай менің адына раскымды бермейді. Ұстазы ешкім түсінбейді.
Расымен де. Қазір мұғалімдер қателессе, арты айқай болады. Не, ұстаздарға қателесуге болмай ма не сонда? Ал бүгін әділ қазылар алқасы қателесті. Оларды ешкім жұмыстан шығарып жүрмейді ғой. Ал мұғалім бір рет қателесті. И автомеханик бүгін ойынды жүргізіп тұр. Мұғалім бір рет қателесті. И құрылысшы маркетолог болып жүр. Мұғалім бір рет қателесті. И ешқандай туысты жоқ жігіттер бір-біріне бажа деп жүр. Мұғалім бір рет қателесті. И бір қатын басқа қатындарға мәшіне деп үйретіп жүр. Мұғалім бір рет қателесті. И Нұрлыбай. Бүгінгі ойында қателесіп жатсақ, ұстаздар емес, пенделер деп қарайсыздар ғой. Егер осы ойында чемпион болып жатсам, ішем. Жайлап іш құрсын, тауға барып бетпен соқпай. Жайлап асықпай ішті, білдіртпей келіп жата қал, қасқа бала өліп қаларсың. Біреу талып атыр. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен ұстаздар құрамасы. Рахмет. Соңғы ойын сезон аяқталды. Ұстаздар құрамасына қаттырақ қошеметтеріңіз. Бұл команданың жаңа ойыншысы Дукай. Бүгіннен бастап қошемет ұрып қойыңыздар. Ұстаздар құрамасы өз алғыстарын Қарақия кәсіптік колледжінің басшысы Утебаев Мазилбек Нұрбосыновичке білдіреді. Командалар ортаға! Бізде, құрметті достар, келесі сайыс әуенді жамбату деп аталады. Командалық жамбату. Әр командада 3 ойыншыдан бір-бірден оқиды. Ұнамаған команданың реттілік нөмірін көрсетеміз. Ал оған дейін біз сәлемдесу сайысының ұпай сандарын білейік. Бізде бірінші болып бастаған асабалардан құралған календар құрамасы. Ұпай сандары 4. Календар 4, 5, 5, 4, 4. 4,4 ұпай. Татьяна құрамасы 4. Алқуат мырза 4, 5, 4, 5. 4,4 ұпай. Сәлем сөз аяқтаған ұстаздар құрамасы. Толық 5 ұпай. Бізде әуенді жамбату қай команданың әзілі ұнамайды, сол команданың реттілік нөмірін көтеретін боламыз. Бірінші болып бастайтын әуенді жамбату Татьяна құрамасы. Ерке Есмахан Татьянаны қолса. Ақтөбеде яқ-яқ, Алматыда яқ-яқ, объем іздедім, үмітті үзбедім, хау? Ұстаздар құрамасы.
құрдастармен майопкаға шығатын болдық жаңағы. Неге? Сонда қазан, шашлик бәрін алып шыққан ғой түгел. Сол отынға жағатын, қиды ұмытып кеткен ғой. Енді немен жағамыз мынаны десем, сонда жаңа құрдасым айтады. Қи алмадым, қимадым. Қиды ұмытып кеткен ғой. Календар құрамасы. Акарачкіге секер қосып қойған баланың әні. Тәтті, 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 менің балапаным тәтті. Қай командамен қош айтсамыз? 3-2, 5-2 бізде. Сосын 3. Татьяна құрамасымен қоштасамыз. Сіздер ақылдасып отырыңыздар, я? Егерде штрафной болса, екеуін бір-бірден оқыту керек болып атса, сондай соңғы жақтарында матчан, контроль жасап отырыңдар. Ау? Нөмірлері көрінбей тұр дейді. Көрсетіп қояйықшы. Міне, мына жігіттердікі 8-702. Сіз былай қаратып қой беріңіз, бәрі ұшпайтын біліп тұр бәрі. Ешқандай сан көтермей ақ қой. Айба, десең. Так, әуен жамату бастаймыз. Татьяна. Вебкамщица қызды ұнатып қалған жігіттің айтқан әні. Ғашық жандар бірін-бірін іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе. Басқаларда махаббат бар, ұят бар, намыс бар, ар бар, әуретіңді жап деген бар, сендеше. Ұстаздар ұрамасы. Балдарым айтам ғой, мен жұмыс жасамаймын ғой өндірісте. Сол балдарым айтам, маған бір путевка бірден алып беріңші, қасқаларға демалайын, мен де ел ұқсап өлтіресіңдер ме десем. Сонда балдарым айтады, шаршама, тек шаршама, аяқ қолың талсадат. Календар. Қайтыс болған әкесінің мүлкін бөлгендегі балдарының айтқан әні. Ағамызда қалсын бәрі. Қай командамен қош айтсамыз? Мына жерде көрермендер әдейі жюри әкеліп қойдық біз. Осыны шешіп отырсын деп. Так. 5 календар. Қайтадан бастаймыз. Татьяна. Қазіргі таңда сұранысқа ие болып таптырмай жатқан флукап, флувер деген дәрілерге арналған ән. Ауырған өміріме сен келіп өң бердің, шипасы сен едің ғой қазіргі індеттің. Дауасын тұмауымның таба алмай сенделдім, қасыма сен келдің, мен содан емделдім, сен маған дем бердің. Ұстаздар құрамасы. Мен де бақтыда жасадым ғой, 5-50 дедік, артынан шығып кеттім. Сонда қазір менің Қаражанбаста, Қаламқаста, жан жақта жасайтын құрдас жігіттер бар. Солар жиналып алып видеозвонокпен звондайды, Токайға соғайық деп. Сол кезде мен жұмыс жасамаймын ғой, сол кезде оларға сендер тыңда, мен ән айтып берейін деп. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым деп ән айтып берейін. Және календар құрамасы. Дугай братан, сен ұстаздарды ойнайды екенсің ғой, да? Нұрбақасан тобына жаңадан келген баланың айтқан әні «Қоспочкадан тепкенде жағым сынып кеткен бе?» Өлі сол алды. Қай команда? Реттілік санын көтерейік. 4. Ұстаздар құрамасымен қош айтсамыз. Қайтадан айналым. Татьяна. Бастайық. Гүлім деген қызбенен суға бардық, судың жағасында біз загар алдық. Загар алып болған соң кетіп қалдым, гүлім болса сол жерде ұйықтап қалды. Қызыл гүлім ай, қызыл. Ұстаздар құрамасы.
Енді маған берілген әндер осы өмірімнен алынған. Айта кетейін. Кез қайда арақ ішіп тойлаған, коньякқа тойып алып ойбайлаған, мас болып қуып жүрген құрдастардың арасында ішуді тек мен қоймаған, не болып кетті заман. Ал қазір намаз оқып кетті бәрі, жалғыз өзім қалғаныма кім кінәлі. Халал тойда қатты ішкім келіп кетсе, құманға құйып алам. Және календар. Малойға әйелінің айтқан әні дейді. Ойнама қой, ойнама қой. Әйелі бар ғой, Малойдың соған айтып атқанымыз ғой. Стрим ойнама деп атқан шығар, иә? Стрим дейді, тик-ток дейді. Қай командамен қош айтсамыз, сол команданың реттілік санын көтерейік. Бастайтын Татьяна, тағы да бірден. Қазіргі таңдағы Ақтау қаласына арналған актуалды ән. Толама, Каспий, толама, саған толмауға болама, екеумізді тағдыр қоспадай, Ақтаусыз Каспий болама. Ұстаздар, мен сияқты бір жігіттің таңғы 5-те клубтан шыққан жігіттің әні. Мен таңда Москва үйде, міндім такси үйге. Және календар. Қайсын оқиын? Дариғаны оқы дейді. Дариға Бадықованың күйеуінің айтқан әні. Дариға мынау жалғанда, таңдап бір сүйгені жарым сен. Ей, деп қоймасаң. До конца айтпасаң. Қай командамен қош айтсамыз? Бізде календар жайдарман тобымен қош айтсамыз. Келесі айналым Татьяна. 2008 жылғы қызбен сөйлесіп жүрген үлкен ағаның айтқан әні. Не жаздым мен жаным саған, полициялар келіп тұрмаған, айдың күн аманында сотталып кетпей саған бола. Ұстаздар. Ғалымда нұртайда басиетін, витамин бар сенің қасиетін. Қуат берген, күш берген, жігер берген, таңға дейін ұйықтамайды бүгін жеңгең. Және календар. Оқымай қойын ба? Солдыр, сол. Сирияға кетіп қалған жігіттің қайтып келіп балдарына айтқан әні. Не деп ақыл айтайын ұлым саған, жетпей отыр ақылым бүгін соған. Жағыңыз айтып кетшім? Әдемі. Қай командамен қош айтсамыз, бізде Татьяна. Тағы бір айналым Татьяна. Самат, администратор, салуасық ба? Сауынсыр. Біздің командадағы нән бақос бар ғой, нән. Соның күнде айтатын зары. Галустық менде таққым келет, бірақ ол болмайды. 1 литр кола ұстап тұрсам, 0,5 деп ойлайды. Қарын. Ұстаздар. Мен ішіп өткен кезде балама айтатын әнім. Папа қасыңда, папа шаршамайды. Сені шаршатады, қазір магазинге жұмсайды. Прием көрсетеді, сосын руыңды сұрайды.
до конца отырасың, папа ұйықтамайды. Ал, Жомарт, бүжәйге атыр ал, байқа. Оқымай. Жағында 2 бүжәй тұр ал. Календар. 5 рет 5 көтерілейін тұр қазір. Алғыт бар о біздің әнші, Ақтаудың жұлдызы, жақында концерті 12 декабрь. Сол Алғыт десе, займ беретін орталықта жұмыс істесе. Бейтаныс номерлермен хабарласып, тұрам мен саған, мазаңды алып қоям деген. Ой, кетер. Ода да көңіл бар, рет бойынша сұрақ қойын. Қай командамен қош айтсамыз? Әрине, ұстаздар құрамасы. Деп, насыр түрі жинал қалтыр айтады. Так, бізде... Нүреке болдық бізде, да? Ау? Біз болдық қо. Болды, бара беріңдер үйлеріне. Намашқа ойнамайсыңдар. Үй тапсырмасына дайындала беріңіздер. Бізде асабалар календар құрамасында 0,8 ұпай. Және осыдан кейін ұтылған адамға 0,9, жеңімпазға 1 ұпай. Финал бастайтын Татьяна. Елімізде тарап жатқан вирусқа денсаулық сақтау министр басшысының айтқан әні. Это как гонка, ты моя хомпа, укрывай от дождя, будто солнце. Подай сақтасын. Ал, ереке, бүжәйге атырар жағында. Ал, кеп қал. Ұстаздар. Бір жігіт үйленді жақында, 40-тан асқан бір қатынға. Жігіті 18-де, әйелі 40-та, серьезно үйленіп жатыр ма? Неге деп мен одан сұрадым, ол айтты біздерде болады. Түсінгенім жігіттер ешқашан ішпеңдер, қатындар құйып берген коланы. Қай командамен? Бір бол тағы бір-бірден. 2 команда? Екеуі де бір-бірден. Бір-бірден. Кеттік, бастайтын Татьяна. Бір қыз саған тиіп алды көліп жүрсін деп, қыздарыңды туып берді бақытты болсын деп, саған оны берген жоқ күнде ұрсын деп, Бейшенбаев Нұрсұлтан және Тұрсынбек. Ал, қызық басталды. Ұстаздар. Жұлдыздар ажырасып жатыр шетінен, Тұрсынбек Қайрат Нұрсұлтан жақсыген. Олар әнші биші әртіс ақын ғой, содан болар қастарында қатын көп. Тоқалыңның бір екеуін бер маған. Негізі өлең ғой, музыкасын ұмытып қалды Ерекен. Қай командамен қош айтсамыз? Ұстаздар. Рахмет, Ереке. Ерекеңе қол соғып қойыңыздар. Жасы 1000-жарымға келсе де жайдарман ойнап жүр міне. Осы тұрғанда 1384 жылғы. Бізде финал әуенді жамбату бастайтын Татьяна. Гастриттің гүлі, болады оның түрі, аурулардың бірі, неде оның сыры, Кока-кола, Пепси, рекламасы дерзкий. Екеу. Так. Дүкөй ағамыз туылған кезде айтқан әні. 7 күн 7 ай толғайды, ол болса адам болмайды. Қыстырылыспайтын жерге қыстырылып, басқасын неге ойлайды.
Және ұстаздар. Той басталды, жетіп айда жабылмаңдар, қойыңдар. Таяқ жеген ұят болады группаластың тойында. Аяқпенен теуіп жатыр, жас балдар да оңбаған. Біреу қалды ма жетіп айда, бүгін мені ұрмаған. Туған жерге такси бар ма? Ералыға алақандай аялаған, арманымда ералы, жабылып ап сабамаған, ардағымда ералы. Басқа жерге тойға барған қызық емес дәм болсын, жетіп айға бармай менді садақа болсын, той болсын. Екінші әзіл. Неге қазір жас жігіттер армияға жоламайды? Себебі кейде балдарымыз әскерден оралмайды. Рахмет. Бұл жолы жеңімпаз команданың реттілік санын көтереміз. Ұстаздар 1 ұпай, Татьяна 0,9 ұпай. Құрмет достар, көңілгеміз қалай, жақсы ма? Командаларға шабыт беріп қояйық. Бұл Маңғыстау жайдарман, бұл Маңғыстаудың жайдарманшылары. Бізді осындай үлкен жайдарманды қолдағаны үшін Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқармасына және Маңғыстау облысының жастар ресурстық орталығына өз алғысымызды білдіреміз. Және де біздің қосымша демеушілеріміз бар, ол жігіттер ортада. Кредо парфюмге өз алғысымызды білдіреміз. Ақтауда күн ысы, дала влажный, барлығының үстерінен күшті иіс шығып жүруге лайықсыздар. Кредо парфюм сіздерді ауадан құтқарады. Қаттай жүрдім ау, не бір туып деді ғой? Жақсы айттым ба? Но қалай, кредо парфюм, лайси good. Бая ел жеткіндік жүрсің. Так, құрмет достар, бізде келесі сайыс жұлдызбен үй тапсырмасы, командалар дайын болсын деп алғыс білдіріп жатырмын. Ал ортада үй тапсырмасын бастайтын қарсы алыңыздар Татьяна құрамасы. Еліміздің басына күн туса, әрбір ауыл аймақтан қол жинаған. Сонымен 17-ші ғасыр. Солай Самат Батыр, еліміздің басына күн туып тұр. Біздің қатарға қосыл. Ел басына күн туғанда ауылда қорғау сұрып қарап отырған дұрыс болмас. Әрине қосылам. Келістік. Қолбасшы, мынаның даусы жақсы екен. Алға, аттан деп айтып қарашы. Алға, аттан! Не, мынау біздің ответняла болады. Болады. Мына өз дәстүрімізбен күтіп алмаймыз да жаңадан келген батырды. Күтіп алайық. Жаса. Өтейін бе? Өт ортадан. Қош келдің. Аш жеріндер өшті. Рахмет, әдемі күтіп алдыңдар. Жігіттер, бірақ бүгін біздің соғысқа баруымызға мына қол аз болады. Бізге батырлар керек. Ойымдамаңдар, мына көрші ауылда бір батыр бар. Тепсе темір үзетін жігіт, иықтары қақпақтай, жауырындары тоқпақтай. Сол жігітті алып кетейік. Қай ауылды? Татьяна деген ауыл. Точно қазақ па? Қазақ айта отыр ғой. Атқа мініңдер. Аттанды. Аттан! Ақтөбе жасыл қала жайлаған, көркіңе келбетіңе тоймаған. Жауылма. Болды. Біз жақ отты. Енді тығылыспа ойнаймыз, короче, давай. 5-ке дейін санайын. 1, 2, 3, 4, 5. Артқа тығылған жанға адамға стук.
Ассалаумалейкум. Уалейкумассалам. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Балақай, осы ауылдағы Есет Батырдың үйіне жол сілте жіберсең. Ойбай, братан, сілтеймін ғой, мына орман тоғайдың арасымен тіп-тіке жүріп баратасың да, таудан солға қарай ұрласында бейтеп келгенде мен ғой Есет деген батыр. Балақай ғой Есет Батырға еліктегісі келеді шығар. Балақай, Есет Батырдың үйін айтып жіберсең. Сөз айтам, мен Есет деген 93-тегі Есет мен. 1793 па? Иә, 1793. Қайсы ұдас сөйлеген көрсетші? Міне. Артын неге қарап отырсың, брат? Қазақ екен. Айттым ғой, қазақ. Мынау дп ғой. Өзің дп-ны айнадан көресің, түсіндің ба? Балта. Есет Батыр, біз соғысқа аттанғалы жатырмыз. Біздің қатарға қосыл. Жоқ, жігіттер, ренжімеңдер. Мен соғысқа бара алмаймын. Мен деген гонконгский гриппен ауырып жатырмын. Қазір әскерге қосылсам, ол бәріңе жұғат, сосын барғанша өзара қырылып қаласыңдар ғой. Дәрі таппай жатыр ғой аптекіден, бәрі ауырып жатыр үйдегілердің. Қатын бала-шағаның қасында қаласың ба? Қолтығыма қылыш кіріп өліп қалғанша қатын бала-шағаның қасында қалмайын ба, одан да ода тұрған не бар? Ер емес, нағыз қатынсың. Сен қатын дегеннен мен қатын болып кетпеймін, түсіндің ба? Таза ер болсаң, пожалуйста, бар соғыс. Мен Есет Батырды жорыққа қалай алып кету керектігін мен білемін. Есет Батыр, не істеп тұрсың? балдарға атыс жаттығуларын үйретіп жатырмын. Ертеңгі күні ел қорғайтын азаматтар, жарайды жігіттер, қаруларыңды алыңдар да келесі тренировкаға келесіңдер. Сен соғысқа бармайды деп жатыр ғой? Мен балдардың қасында бала қарап, шамал температурам көтеріліп. Соғысқа баратын болсаң, мен саған тұрмысқа шығамын. Ендеше батырлар, соғысқа аттандық. Барам, короче. Барам. Үндермен соқсам, қай жылғылар? 2005-тер ме? Мен ка бар сеткімді алып алайын, барам. Макар салып алайық, олар сөзге түсінбей кеттік. Жоңғарлар, табандарын жалтыратыңдар. Даврович, братан, Даврович. Ты жасатсай мен, натуре. Симба, братан, Даврович деймін, натуре. Жоңғарлар, табандарын жалтыратыңдар. Әйтпесе барлығының бастарыңды алам. Атам, біз оңайлықпен кете қоймаймыз. Бірінші мен жекпе-жекке шығыңдар. Кім шығады? Қайсы? Кез шығады. Есет Батыр, сен шығасың. Мен шықпаймын ғой, сен общение дедің ғой, братан. Сен шығасың, Есет Батыр. Братан, сен айтты ғой, для массы тұра тұрасың дедің ғой, братан. Есет Батыр, сен жекпе-жекке шығасың. Братан, мынаңыз жекпе-жек. Зарядкіден басқа адам жоқ, понт қалып тұрмын ғой, братан. Кен жекпе-жекке. Ақсы қолдан Мына батырларың осы ма сені отқан қашып кетті ғой мынау. Ағаларым, елді қорғайтын батыр табылмады ма? Егер де батыр табылса, соған сыйлығым бар. Мен шығам. Өзім шығам. Келатқан шығармыз, уборныйдан не болды сендер? Сыйлығыңды дайындай бер, сылқым. Батыр, қылшын қайда? Кел жекпе-жекке. Қумаши, 17-ші ғасыр дамыған заман. Біз не, 21-ші ғасырдың жастарымыз ба не, шаруа болса бірімізді пышақтап тастай беретін не? Сөзбен шешпейміз ба? Қазақ, жылыма тийтпісің. Ұстап алып, Каспийге тұншықтырайын ба? Каспийде апарып тұншықтыратындай суға алған адам құсап сөйлеппісің ғой? Ауыр! Әңгімең бар ма? Айтам. Не айтам? Не болды, көміліп атсыңдар ғой? 20-ші микрорайондағы сет құсап жоқ болып кеттіңдер ғой? Ай, Жоңғарияда бір актуалды жоқ болғаны ма? Не бар, табыңшы, іздекші. Не болды, бұрышқа тақалдыңдар ма не? Қаптап кеттіңдер ғой, Ақтауда частный школ құсап. Красавчик! Қазақтар, нағылды оттап тұрсыңдар. Сендердің сөздерің 16 микрорайонның жолдары сияқты қисық-мисық.
Бауырым, Хайбақтауға тіркелмегенсің ол деймін. 16-шы микрорайонның жолдарын Акимат баяғыда жасап тастады. 16-ның жолдары қазір ровный, бұл жерде тек сенің әңгімең неровный. Нокаут! Нокаут! Раз! Қазақ бергенше, осы жерді салып балай ма тұрған жерде? Не, жас баланы салып қалатын Ақтаудағы садиксің бе не? Жеңіс! Жарайсың Есет Батыр! Сенің арқыңда жорықта жеңіске жеттік. Аман есен ауылға орала берсең болады. Жоқ, мен бос кетпеймін ғой, жігіттер. Басында уговор болды ғой. Мен ана сыйлығымды алып кетем. Жүр кеттік. Бармаймын. Барасың, жүр. Бармаймын. Жүр демей, бара, басеке айтшы шау. Есет Батыр, қазіргі жастар өз еркімен жорыққа, өз еркімен бармайды. Енді? Сені осылай аузындай айламен әдейі алдап алып кеттік. Бұны вайкомат дейді бауырым. Сендер мені сонда ойнап атқан жерімнен ұстап алып кеттіңдер, сол сендерге айлама? Шырылдап әке-шешем қалды ғой артымда. Оның үстіне сен абьюзерсің, және ред флагсың. Мен сияқты жігіттер қазақтың флаг үшін жыртылып жүргенде, сен сияқты қыздар маған ред флаг қойып мәз болмасын. Тағы бандит құмаш, қазақтың қара баласы. Это Тарас, айтқанда Екатерина мамаш. Қасқырлар орманда бола ма десем, қасымызда жүр екен ғой. Қарындас, былай қарап тұрсаң, бойың метр болғанмен тілің километр екен. Жоңғар, мынау не істеп жүр? Күте тұрыңдаршы. Не істеп жүрсің? Бағалы затымды жоғалтып алдым. Жаңа төбелесіп жүріп бағалы затымды жоғалтып алдым. Ол не ол? Әлемдегі ең сұлу ханшайымға алып баратқан сыйлығым бар еді. Соны жоғалтып алдым. Ол барса мен басымды алады. Сен оны іздемей-ақ қой ол сыйлықты. Неге? Ол сыйлық өзінің иесін тапты. Қалай сонда? Эльмира ханым, балдардың сәлемдесуді берген сыйлығын ашыңызшы. Ашыңызшы. Киіңізші басыңызға. Киіп алыңыз, міне. Әлемдегі ең сұлу ханшайым тағу керек тәж иесін тапты. Жігіттер, жауды жеңдік. Ханшайымның аманатын жеткіздім. Жігіттер, менің миссиям бітті. Аманшылықты ары қарай өздерің. Тоқта, Есет Батыр. О, не болып қалды? Жорық әлі біткен жоқ. Бізде екінші жорық бар. Ол қандай жорық? Асабалар мен ұстаздарға қарсы. Ей, тоқташы. Серьезно, ма? Құрмаш, асабалар мен ұстазға қарсыны сендер жорық шайқас деп отсыңдар ма не? Қумандашы, Татьяна. Жігіттер, сендер бұл сахнада жүргендеріңе 12 жыл болды. Кеше келген командаларды шайқас деп керек емес. Ей, сендер деген Нұртайдың көлеңкесінде қанша жыл массовка болдыңдар ғой? Содан еншілеріңді алып шығып, міне жетістіктерге жетіп атсыңдар. Халық қолдап атыр, спонсорларың жоқ, авторларың жоқ, халық ақша жіберіп, сендерді Маңғыстаудың намысын республикалық деңгейде қолдасын деп, сендерге сенім артып отыр. Сендер жалғыз командасыңдар Ақтаудағы. Өзінің құрамына мықтыларды жинаған емес, командасына тек кішкентай кезінен бірге өскен достар жиналған. Мен редактор ретінде айтайын, алдағы 5 жылдықта Маңғыстаудың намысын республикалық деңгейде сендер қорғайсыңдар. Сәттілік. Барымызды көрсеттік біз сіздер үшін. Бас жүлдені беріңдер, маңызды ол біздер үшін. Бар сіздерге санаңыз, жақсы болсын бағаңыз. Әзілдедік әнде болды, шоу көрсеттік биде болды. Бізді
біздер қашан аламыз. Рахмет, Татьяна құрамасына қатырақ қошемет ұрып қойыңыздар. Татьяна құрамасының жұлдызды қонағы Есет болатын, ал Татьяна құрамасы өз алғыстарын Биби Сушиге білдіреді. Биби Суши, тоясың от души. Так, мына жерде бір жігіт бар, өуде отыратын. Что-то үш адам болды. Енді бір адам болса жүреміз, ал салон толса. Бізде жұлдызбен көрініс екінші шығатын Қарақия кәсіптік колледжі ұстаздар құрамасы. Қазақ даласында ең алғаш мектепті ашқан ол Ыбырай Алтынсарин. Ал кез келген нәрсенің өзінің қиындығы бар. 1860 жыл Торғай ауылы. Қастерлі алашымның қорғаймын барасығын, намысын қолдан бермес қазақтың баласы мә. Мынау менің әңгімем емес қой. Кел балалар оқылық. Не? Мен мектеп ашам. Бірақ балаларды қайда оқытам? Осы кезде сахнаға Ыбырайдың дос шығады. Осы кезде сахнаға Ыбырайдың дос шығады дейсің ба? Көгірікті дегенде көгірікті, көгіріктің сабағы көгерікті, оралың барындай ойнада күл, ойнамаған күлмеген не көрікті. Ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаным. Дейсің ба? Ассалаумағалейкум, Маңғыстау! Айдалаға келіп алып, ассалаумағалейкум, Маңғыстау дегеніне досым. Бұтені бұйырса болады сияқты сондай халық бар ғой, мықты, мощный халық болады сияқты сондай ғой. Адайғай, ой, беште ой, бәр мощный халық ғой, сой Ыбырай, не істеуші, қосың ба басың істемесің? Үші далаға шығайық, қыздармен ойнайық, алты бақан тебейік, той тонайық, үші шытқа кетік. Досым, қазір той қуалайтын емес, ой қуалайтын заман ғой. Міне оға, цитата 1860 фут болмыз. Міне оға, 7 микрофонда ходок бұтны. Мына оға, фьюстейдің арбузы болды. Онша мен шықпайма, Досым, сен мені түсінбей тұрсың. Мына қазақ балдарының көзін ашып, мен мектеп ашпайым ба? Құмашы, сарай несіге арай шуға бауыма. Мектеп несі қуасы ба? Ателье мә бірдеме аш. Жүре алмайшын мына мен. Аяқ киім көрінбей қалмам деп. Не көме апай. Досым. Не қойсын досыңа көме? Сен мені түсініп тұрған жоқсың. Жүрші екеуміз алаңға барып халықпен кездесейікші. Жүрші екеуміз алаңға кездесейік дейсі ба? Кездесейікші. Кездесейікші дейсі ба? Жүрші. Осылайша Ыбырай мен оның досы Торғай ауылының халқымен кездесуге келеді. Ашпайсың, халық. Қарсым керек емес, сен мектеп. Жоқ, мен спонсорлардың ақшасын беріп жатырмын. Ойнайдан бәрін аман. Ма емес, Ыбырайға айттылар, бәрін мен емес, мынау жинап атып. Ыбырай, ашы, ма айтқан бәрі ашы. Құрметті ата-аналар. Ыбырай, сен не үшін шақырдың бізді? Саған баламызды білім алуға берсек, малды кім бағады? Малды кім бағады? Малына балам малды кім бағады өзіне? Мал баққан ес, ертең қазақты кім бағады? Мына оға кіреді парфюм болды. Қазақты кім бағады? Қазақты кім бағады? Ертең балаларымыз мектепке берсек, отты кім жағады?
Кім жағады отты? Бада мектеп көсе отты кім жағады өзіне? От жаққан нес, қазақтың көзіндегі отты кім жағады? Мына арыс автошкола өтті ол бейже. Қазақ отты кім жағады жүресі кім? Үйдің күлін кім шығарады? Сен кәм құлқысат жұмсайды екенсің балдарында. Өздері іштегі істемей істемейсің да? Өздері іштегі керек емес мектептерің. Қоям, мектеп қажет емес біз. Қажет емес. Неге? Құтыған жоқсыздар, сіздер дұрыс құтыған жоқсыздар. Осы бөлімде қазақтарға бірдеңе жасайын десең қолдамайды. Ыбырай, ала сен дұрыс түсінбей сахна артына кетіп қалды. Ыбырай, таш, мен бағу. Ыбырай, мен бағу, десе дұрыс түсінген жоқ. Мектеп деген не ол? Жейтін білген ма? Тұсар тыныш маған. Өз жоқ досым. Қайдағы жейтін зат? Мектеп деген бұл білім ордасы. Қазақтың балдарының көзін ашып, көкірегін оятып, білім беріп, ертеңгі күнде ұлттық құндылығымызды дәріптейтін жастарды тәрбиелеуіміз керек. Мен түсініп тұрсың ба досым? Досым, мені түсініп тұрсың ба деймін? Дым түсініп тұрған жоқпын ба? Сонда қаш, біздің балдар ертең болашақ балдарымыз жарқын бола ма? Алды уақытта бәрі күшті бола ма? Білімді болады. Шын айтыпсың ба? Шын айтам. Ыбырай, сен мектепке бармайсың ба, как келем? Барайыншы. Осылайша Ыбырай мектеп ашуға бел буып мектепке кездесе. Мектеп керек емес дедік қой саған. Қаяқтың мектебі? Жоқ, микрофон сөйлей бермеңдер. Ыбырай, маған айтпады. Ыбырай, маған айтқандайшы маған айтшы маған. Құрметті ата-аналар, егер балдарыңызды маған берсеңіздер, мектеп ашып, оқытып, білімді қылып, ертең еліміздің болашағын көтеретін жастар еді тәрбиелеймін. Міне көшпесең ба, әдемі емес па? Ыбырай, сен не түсінбейтін адамсың? Айттым ғой саған, мектеп керек емес. Мен оқымағанмын, менің әкем оқымаған, менің атам да оқымаған, менің атам әйел де оқымаған. Әжең болады ғой, әжең. В общем, оқымағанбыз, менің балдарым да оқымайды. Неге оқымайсың? Қазақтар неге шекештер үнемі? Осылай сонда постоянно малдың артынан қуып жүре беремін деп ойлап түсінамайсыңдар? Үнемі кезейдің ішінде тұра береміз деп ойлап түсінамайсыңдар? Әлем дамып жатыр. Гарвард деген университет бар бұл жерде. Маған өйтіп қарама, мынау айтты маған. Сондай әлем дамып жатыр, біз тек малдың артынан жүрген. Сен Міржақыптың әкесі емессің ба? Міржақып білесің бе қандай мықты мужик екен? Білмейсің сен. Сен Ахметтің әкесі емессің ба? Ахмет қандай мықты жігіт екенін білмейсіңдер. Жақындағы таудың биіктігі білінбейді дейді. Қазақты жамандама, қазақ бола дейді. Халық қой, қазақ деген азақ қана дейді. Мәңгілік аясында жер үстінде қазақтың жанашыры қазақ қана деп отыр ғой. Ыбырай, сен кешір бізді. Біз сені дұрыс түсінбеппіз. Балам, Ыбырайдай ұстазың барда артынан ері оқы. Бірінші өзің үшін, екінші отбасың үшін, ең бастысы ұлтың үшін оқы. Болды ма, мектеп болдық па? Таңертеңнен бастап мектеппіз ғой да? Давай келесіп алайық, мына мектеп болдық. Онда таңертең 500 деген ат беріңдер класс ремонтына. Тездіруге бар барымда, бала махаббатымды, терезенің жақтауына ойып жаздым.
өткен ұстаздар құрамасы және Грант Елжан. Ыбырай Алтынсарин алғашқы ұстаз болып мектеп ашты. Ал біз алғашқы ұстаздар болып Жайдарман чемпионы болғымыз келеді. Ұстаздар құрамасы өз алғыстарын Қарақия кәсіптік колледжінің басшысы Утебаев Мазилбек Нұрбосыновичке білдіреді. Және ұстаздар құрамасы мен жұлдызды үй тапсырмасында жұлдыз болып өнер көрсеткен оралдық Елжан Халиуллин болатын. Ал бізде үй тапсырмасы соңғы команда, қарсы алыңыздар, Календар құрамасы. Сонымен көреміз достар, 80-90 жылдарға оралайық, қарапайым отбасы құда күтуде. Ене болдым. Кене болдың сен. Алыстан құдалар кетір, дайындал заттар дайын ба бәрі? Алейкум ассалам жиен. Нағаш, тракторың беріп тұршы. Сен тракторы тұра тұр, алыстан құдалар кетір. Аналар қатты алыстан кетір дейді. Тілі білмейді десе, соған көмектес. Трактор бәрі берем бұйырса. Бересің ғой? Бересің ғой. Болдық давай. Болды давай. Көрші! Кел құтты осы. Жаным. Бәлем нау. Жей салмадың ба? Көрші, не істеп жүрсің сен? Келін құтты осыны. Келін құтты осыны. Алысты ме? Анау, мынау бірдеңе беру керек, дайындашы ба? Көрші, құда келді. Арақтар дайындайын ба? Болды, кетті мен. Дайын ба, барлық клавиш, музыка, тамада. Тамада қайда? Тамада келді ғой міне. Тамада қайда? Дамы и господа, он не Супермен, он не Бэтмен, он не Спайдермен, а просто казахский шоумен. 99, 298, 297. Бірге дейін тұрмаймыз ғой, келші, қай? Алласы бар, екі дүние. Қойша. Короче, құда кетір, дайындал, тезірік бастау керек, давай. Бәрі дайын ғой, музыка, бары дайын бұда, тамақта, бары. Құда кетір дейді ғой. Біреу деді ма? Біреу Mysterious деді ма? Жоқ. Біреу дециметр деді ма хотя бы? Жоқ. Біреу бәркелді деді ма? Біреу кірмей атты ма жаңа? Онда шығайын мен онда, ал! Құда қош кел, ашуыңдас, құда. Отыр, тастады. Ашуыңдас. Сіз бар ғой, қате түсініп қалмаңыз. Грубый көрінгенмен негіз Маңғыстауша бұл сіз сыйлап жатыр негізі. Сыйлап жатыр ғой, құда. Жоқ, отыр сен құда. Сен құрметті сыйламашы. Көз кешінші қабар, құда, қош кел, өзің жүрсің бе, құда? Өзім жүргенде келіншегім сыртта күттір, ана қызымды алам да кетеме, жібере. Құда қиы бар ба? Қарсы болсаң Мынау құдағи ма? Иә. Құдағи ма? Біз мынаны Лукаку деп ойлап тұр қой. Жоқ, бұл Лукаку болғанда өзі сондай бір Лукаку емес, өзі андай бір Балотеллидің шешесі сияқты көрінеді өзі сондай бір. Бұны көбісі арыста ғана Қуатжан женский варианты деп ойлайды да бұл. Шығады бұл. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар?
не істеп отырсыңдар деп шығады бұл кәдімгідей. Бұда ред флаг деген жоқ бұда. Тек қара флаг. Құда, енді танысып қойым, мынау мен кейін шегімше, құдағи. Бұл да құдағи ма не? Құдағи? Рибериге ұқсайды екен да бұл, Құда өздері. В общем, футболист. Құда, қош келдің, Маңғыстауға. Бірақ Ақтаудың ауасы зор екен, бір Каспийлер мәззағып бір демалатын екен, бір сондай. Андай күшті екен да, андай. Қайным, сен өзбекше білесің ғой? Мен шығатын уақыт келді ғой деймін. Өзбекше білесің. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Yaxshimisilar? Ahvollari yaxshi, savollari yaxshi. Hammasi joydami? Hammasi zo'r bo'lyapti-da bizlarda. Hammasi bovonlar, taomlar, akalar, judalar, jezdalar, hammasi judalar zo'r bo'lganda hammalarini chiqib olgandan udobranlarini tiqib olib, sug'urib olib, mana o'zimni qizimni olib ketaman. Bilasan, sen o'zi kimsan? Kimsan? Nima bu? Nima bu? Құда, базар жоқ. Айди бер, кетейін. Құда, Маңғыстау, Ақтау. Bir Allah'sı var, iki dinleyicisi var, 3 şurtu var, 4 kaznası, 5 namazı, 6 alaşı var, 7. Мына тамақ жүре алмай қалып, ақшасы берді жібер. Құда, отыршы кел. Қызымды көрейінші ме? Қызымды көрейінші ме? Күйеу бала қайда? Шықсыншы ме? Бар ғой, келін бала бар, келін бала бар. Рұқсатым беріп тұр. Мынау күйеу балаң. Күйеу бала ма не? Қай футболистке ұқсайды? Жоқ, бұл футболистке емес, түйеге келеді екен да кішкене. Или Әкесіне ұқсаған. вафли ма не бұл? Жоқ, андай тұра тұр, бір грузин ба, шешен ба, нем, но? Мен қызымды ше бере алмаймын, мен қызым айналайын. Бұл карьера ойлап атқан, бұл қазір тұрмысқа шықпайды, Астанада жұмыс бар. Менде бір екінші вариант бар да, екінші қызым. Соны бірдей қылып, соны көрейін, соны ұсынып, соны көріңіздер, екінші қызым. Өкілі кәмшат, бүрмелі көйлек. Шешесіне ұқсаған екен да. Жарықтық. Үркілмей жайылған екен, құдаша. Тентек құсап күліп тұрсың сен. Бұл өзі не? Өзінен өзі тауып жүрген қыз. Қыз ба не дегізіп, қайта сырға таққызып қойған сондай. Бұлар андай жетсайда Ямайка сияқты адамдарға туған күндер құттықтап жібереді екеуі андай. Заказ алады, сондай. Жалпы отбасы қылып пайдаланасың ба, құда? Жоқ, мына қызыңды жақсы, бұл да жақсы. Бірақ бірінші қызың келді ғой үйге. Осы қызыңды бер бізге. Бер бізге. Мал базарда тұрсың ба? Болмай ма? Қуасың болсын. Күндер, мейлі ашпаңдаршы. Қызымды бермеймін. Мен Ақтауға қызым бермеймін. Шымкенттің болмаса Жетісайдың жігітіне беремін. Қызым Ақтауға бермеймін. Құда, қош келдің. Отыр. Енді Маңғыстау, Ақтауға қош келдің. Бұл Маңғыстау деген ақшағылмен аппақ тұр. Ақ босағасын ариманыңмен аттап кір. Не деген менен тектеден туған тентектер атаның дінін, ананың ділін сақтап тұрған жоқпыз ба? Бер батаңды, жастар көп тұр, бақытты болсын. Енді Ақтау мен Жетісайдың арасын осы 2 жас қосады, бірақ мен әділдікті қалаймын. Қызым, өз еркіңмен келісіп тұрсың ғой, деп тұр ғой, көніп тұр. Аурат бала. Келісіп тұр, бұл батам, бірақ екінші вариант не? Мақұл, Жетісайға мен тойға дайындала берейін, жол алыс, онда бұл. Құда, қансат шығарып салай, құда сау бол. Қайтты онда. Ай, сен әзір қайтпайсың ау. Ана көрші алып қашып кетті ана қыз. Жарқырап жайнашы жұлдызымдай менің жаныма, сайрашы бұлбұлымдай менің жаным, жадырап жаз гүліндей күлімдесеңші. Вау! Сіздермен бірге болған тоймен қатар жайдарманды да ойнап, әзілде де ойнап, әнді де ойнап, дамаш күнде де ойнап, чемпион болғысы келеді Календар командасы және талантты жайдарманшы арнайы Нұрсұлтан Үсенов. Және де өзінің ешқандай негізі асабалықта жұмыс оңай емес, сахнаны да, КВН'ді де, жайдарманды да көріп, барлығын көріп жүрген талантты жігіттер асабалар. Календар құрамасы. Рахмет! Ақ көйлек кір жағам, қыздар сыны тұрмаған, жүрегімнің жарқысы, қайда жүрсең боламан. Ақ көйлек кір жағам.
жүрегімнің жартысы, қайда жүрсең бұл арман. Календар құрамасы өз алғыстарын Аманжол қызы Бағила ханымға білдіреді. Және календар құрамасының жұлдызды қонағы Жетісайлық Нұрсұлтан Үсенов. Тағы да бір алғыс білдіре өтейік. Татьяна құрамасы өз алғыстарын Меншоп Ақтау киім дүкеніне және Жетонека шаңырақ кафесіне білдіреді. Ұстаздар құрамасы өз алғыстарын Қарақия кәсіптік колледжінің басшысы Утебаев Мәзілбек Нұрбосыновичке білдіреді. Ал осындай әдемі жайдарман ұйымдастырып берген бізді қолдаған, қошемет тұрып қойыңыздар, бізді қолдаған Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасына және Маңғыстау облысының жастар ресурстық орталығына және Кредо парфюмға өз алғысымызды білдіреміз. Барша командалар ортаға. Қазылар алқасында микрофон бар ма? Бүгінгі ойын туралы өз ойыңызды білдірсеңіз, Мәтчан бастайықшы, жайдарман чемпионы. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Ең бірінші жайдарманшыларға бір шапалақ ұрып қояйық. Ойын өте керемет өтті, жоғары деңгейде бірінші рет осы финалда 3 команданы көріп тұрмын, бірақ үшеуі де өте жақсы дайындалған. Бірақ атап өту керек деп ойлаймын, бүгін ұстаздар бір сәлемдесудің өте жоғары деңгейін көрсетті. Бұл ойын өте қатты тыңғылықтай дайындалған және бүгін үздік ойыншы бар ма, Нұрбол? Барлығы үздік. Барлығы үздік та, бірақ мен... Үздік ойыншы жоқ деген артымда әдем жоқ кеттім ба? Нормально. Мен бір атап өткім келіп тұр, жалпы жайдарманда осы облыстық деңгейде ең үлкен кісі деп ойлаймын, осы ойнаған және бүгінгі ойынның үздік ойыншысы деп ойлаймын. Ерекеңді алға шығарып бір шапалақпен бөле жіберейік. Ереке құтты болсын. Мен үздік ойыншы бар ма деп сұрағанға бірдеңе берейін деп отқан шығарсам, алға шығарып шапалақ беріп жүрейік дегеніз? Соған театр едім ғой бауырым. Міне жомарт кісілер шықты. Арыс автошкол дайындаламыз, Эльмира ханым. Қалтаңызда қанша бар, қазір демаса есептей беріңіз. Енді өзіміздің сыйлығымыз болады, оны атамай қояйық. Или атау керек? Атайық, қанша конкретно айтшы. Сыртқа шығар, 3000 теңге деп тұрмын. Енді... Жоқ, Матчан сөзге қосылып кетейінші. Ерекең Маңғыстау жайдарман емес, өше Қазақстан жайдармандағы ең үлкен кісі ғой. Иә, солай сияқты менің. Иә, ең үлкен кісі, шынымен де. Сондықтан үлкен кісіге мен өз атымнан бір 30.000 теңге үздік ойыншы ретінде бергім келіп тұр. Егер қосылатын болсаңдар, кәсіпбиіме жіберерсіңдер. Сол енді басқа да жігіттер атап өту керек шығар. Мен мына жерде өзім үздік ойыншы деп білем, бірақ бүгін екінші орын алып қалды, бірақ Ақтау қаласының администраторы Саматқа да бір қол шапалақтап қою керек шығар. Жоқ, мына жерде командалар дұрыс түсінбей жатыр, екінші орын алып қалды деп айтып жатыр деп, бүгінгі ойын емес, ұлттық лигада деп дұрыстап түсіндіріп айтсаң, республикалық ұлттық лигада екінші орын алып келді, Татьяна құрамасы. Солай айтып жатыр ба? Жоқ, мен просто үздік ойыншыларды айтып жатырмын. Сен мен дұрыс түсінбейтсің, құрдас. Үздік ойыншылардың арасында екінші орын алып қалды деп түсін ба? Сосын ерлігі үшін, ерен ерлігі үшін деп берген досым айтқым келіп тұр. Бүгін қыздың көйлегін киіп өте халықты қатты күлдірген. Осылай жігіттер, финал құтты болсын. Қазір бірер минуттан кейін жеңімпаз анықтайтын боламыз. Болды. Рахмет, Мәтчан мырза. Жаңа үздік ойыншы Ерекеңе 30.000 берем деп жатыр, қосылатындар бар ма деп. Нұрлыбай Мәтчанға қосылғысы келеді, бұйырса екеуі қосылып 31.000 теңге берейін деп тұр. Айта берейік па?
Айта берді ғой. Эльмира ханым. Қайырлы кеш барлығына. Жайдарман сүйер қауым, қош келдіңіздер, рахмет. Соңына дейін осылай сыйлап отырғандарыңызға. Бүгін 3 команда супер. Алдыңғы полуфиналда мен ренжіп кеткенмін командаларға. Дайындалмай, білмеймін, бір күнде шықты ма, ол кезде тек ұстаздар супер болды. Бүгін де дәл солай. Бүгін ойын басталмастан бұрын мана мен Нұрболға мынандай сұрақ қойдым. Самат неге рилстарды айырып жүріп сахнада ашылмайды деп айтқанмын. Мен Саматқа подписанмын, маған өтеді. Атырауда орыстарға өтеді, ол даже. Мен өзім астролог қыздарыма да. Бүгін Самат молодец. Саматқа үздік ойыншы ретінде Арс автошколадан 100 000 теңге мен өзімнің атымнан атаған кетті. Сосын кеше Астанада мен көріп біліп отырдым, өзімнің жағдайларыма байланысты. Жалпы келесі жыл Астанаға Татьяна кететін болса, полностью бір ойынның жолы бар, тұратыны бар, өзіміз білеміз, басымыздан өткен, ол кезде бізді Есенов те қолдамаған. Бір ойыныңызды Арс автошкола көтереді, апам бар деп сеніп, смело дайындалып жүре беріңдер. Молодцы, жігіттер. Ұстаздар, сізге вообще сөзім жоқ. Жасыңызға қарамыз. Біздің өзіміз Әлқуат екеуміз 40-қа жақындап қалдық деп кейбір жерде КВН ойнаған адам ретінде де қысылып атамыз. Сіздерге басымды идім. Рахмет үлкен. Жаңа жігіттер бір ойынға демеуші болам деген кезде қатты қуанып жатыр. Себебі жаңа ойынның басында да айтып кетті. Бұл жігіттер Татьяна құрамасы күні кеше Астанаға жылдың басында ұлттық лигаға Маңғыстаудың атынан жолдама алып, күні кеше финалда вице-чемпион, 2-ші орын алып қалды финалда. Осылай халықтың қолдауымен, кәсіпкерлердің қолдауымен барып, вице-чемпион болып келді. Әлқуат Насухаұлы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қош келдіңіздер дейміз. Ал енді мына сахнада тұрған жайдарманшылар бүгін өте көңілді, күй жақсы, әдемі мереке сыйладыңыздар. Көп-көп рахмет. Біз енді кейбір кезде уақыттың тапшылығына байланысты Нұрбол інім сенен осы бүкіл дүйім халықтың алдында кешірім сұраймын. Келе алмай жатамыз дегенмен де білдіріп қарап жатырмыз финалдық ойында. Өте керемет, ерекше, енді асаба інілерім тұр, әрбіреуінің стористерінен көріп отыратын едік, финалға дейін де жетіпті. Татьяна, жаңа мына жерде Самат бастаған жігіттер көп-көп рахмет. Ендігі мына Боранқұлдан кейінде де, басқа жігіттерден кейінде де Маңғыстаудан шыққан. Сіздерге Маңғыстаудың атынан чемпион болуға жоғарғы лигада ниетіміз, дұғамыз, тілегіміз бар. Жігіттерге қолда көрсетіп кетейік. Бұрынғы біздер осы жерде міне Эльмира ханым отыр, біреу білсе, біреу білмес. Маңғыстаудан шыққан алғашқы Әпитөк командасы. Қыздардың Қазақстанда бірінші қыздар командасының мүшесі міне Әпитөк. Өкінішке орай чемпион бола алмады, ол кезде қыздарды қатты бір дәрежеге санамады ма. Сондықтан мына жігіттерге айтатыным, сәттілік сіздерге, әлі де ойындар көп болады. Ұстаздар командасы өте ерекше. Ұстаздар жауапкершілікті қарайды, арасында шоу жасады. Керемет, бөліп жарып айтсақ, Мәтжан ініміз дұрыс айтты, ереке. Енді жасыңыз 50-ге жақындап қалды. Бәрі келді. Мен түсінбей тұрмын да, сіздер Қарақияның атынан шығып жатсыз. Дүкай братанды қалай алып келдіңіз командаға? Өте ерекше. Таныстарыңыз ба, сұрап білдіңіз. Бәрі келді. Ол Дүкай ағамызға да қошемет соғайық. Осындай жігіттерді қолдап ортаға шығып жатқанына. Тек ұстаздар командасына айтатыным, сіздер болашақ біздің ұрпақтарымызды тәрбиелейсіздер, білім бересіздер, бойына өнеге егесіздер. Мен айтарым,
Ереке, кішкене арасында, ойындардың арасында ішімдік туралы әзілдер өте көп болды. Сіз қанша дегенмен бүкіл халықтың, тұлғалардың бет келбетісіз, сондықтан да сол әзілдерді сәл шектетсеңіздер. Бір сұрайтыным бар. Асаба командасына жігіттер көп рахмет. Шынымен де жайдарман ойнағанда жігіттер бар арасында, оны да біліп жүрміз. Енді бірақ асаба болып жүріп жайдарманға келу әрине өте сәл қиындау. Көп рахмет. Ал енді менің атымнан ұстаздар бәрекелді, өз жер қызық болып тұрады. Ұстаздар командасында енді ерекше бір бөліп жарған ерекеңе Арс автошколаның атынан 100 000 теңге тағы да. Алып қойдым, до конца ғой енді. Ол кісіде өзі 102 000 болды, 2 000 находнаге алып қойып тұр бұлай. Бәрекелді. Көп рахмет, құрметті көрермендер, баршаңызға көп рахмет. Жалғастырайық. Болды ма? Сізде көп рахмет, бесплатно ғой да? Бәрінен сұрап алсаң ақша. Ойна айтам, ол жастарды, үлкендерді, жайдарманшылардың еңбегін елеп қолдап атқан барша қазылар алқасына қошемет ұрып қойыңыздар. Нұрлыбай Жұмағалиев. Кім? Нұртай ма? Нұртай Қоңыратбаев. Ассалаумағалейкум, құрметті ақтаулықтар, көрермендер, жайдарманшылар, үлкен рахмет сендерге. Ойын өте күшті болды, үлкен алғыс ұстаздарға, сіздерге рахмет. Осындай сабақ, жұмыстың үстінде жағаласып, жайдарман ойнап, халыққа күлкі сыйлап атсыздар. Ереке жаңа айтып отыр ғой, ішімдік жайлы әзілдерді азайт дейді, мен наоборот көбейт деймін. Ха-ха ғой, күшті ғой. Өте күшті. Ереке братан жаңа бәрі сізге үздік ойыншыға ақша беріп жатыр. Мен де құрғыл қарап отырмын, үлкен кісі ғой, бұйырса ойын біткесін артқа барыңыз, тізеңізді уқалап берейін. Болды дегенше өзім уқалап беремін. Асабалар, рахмет, өте қысы болды. Сезон бойында күшті көңіл күй сыйладыңдар. Мына балдар, сен араларында бір бала көрінбейді, қара бала көшіп келген. Татьяна да ойнайтын еді ортада тұрып. Нұртай ма, да? Білмеймін. Мыналар сөйлейді екен ғой, кажется, мен ортада тұрып алып өзім ойнай бергенмін ғой. Өте қатты қуанып тұрмын. Маған тілі бар екен бәрінің. Өте күшті. Не берем сендерге? Дым бермей. 100 000 бата, әдемі айтшы еді, бата берейін. Әзіл барлығына рахмет, сезон бойы өте күшті ойнадыңыздар. Көрермендерге де рахмет. Нұртай, бұл командаға не берейін деп айтпайсың ғой сен. Осы жігіттердің жеткен жетістігінің барлығы сенің арқаңда ғой. Сачо, до конца істемедің. Рахмет. Братан, бір Алланың арқасы ғой. Содан кейін Нұрбол братаның арқасы, содан кейін мен, содан сендер рахмет барлықтарыңызға, көрермендерге рахмет. Жайдарманды қолдаңыздар, соңына дейін болыңыздар. Ары қарай Оралман ағам сөйлесін. Мен үздік ойыншы деп Ерекеңе Нұртайдың атынан витамин берет шығар деп едім өзім. Шаласыз ба? Нұрлыбай Жұмағалиев. Рахмет, ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы кеш, құрметті маңғыстаулықтар. Бүгінгі тегін жайдарманға қош келдіңіздер. Осылай әрдайым жиналып тұра беріңіздер, үйлеріңізге құт береке тіледік. Жалпылама ойын жайлы айта кететін болсақ, 3 команда емес, 6 командаға татитын керемет өтті. Осы үшін командаларға бір қол соғып қоюға болады. Жалпылама сәлемдесудің үздігі атанған мен үшін және халық үшін ол ұстаздар құрамасы. Барынша әділ бағалауға тырыстық. Жігіттер, сезон үшін рахмет. Негізі ұстаздардан бір артық іс-қимыл жоқ, не бір игровой жоқ. Қалай бұл финалды ұтып шығар екен, қандай ұтымды ход қолданады екен деп ойланып отырдық. Бірден басталғаннан сәлемдесу Дүкай көкемізбен басталып, әдемі ары қарай раз бір екі. Не қылды? Әдейі өшіріп атқан жоқ па? Тапио жақтырмайды емес па ұстаздарды? Дүкай көкем бастап, соңына дейін планканы көтеріп берген ұстаздар құрамасы сәлемдесу үшін сіздерге рахмет.
Одан кейін Татьяна құрамасы, сіздер бір бас жетпей қалдыңыздар, сол үшін сіздерге мен 4 қойдым. Календар құрамасы сіздерге финал болғандықтан 1 ұпай жоғарылап, сол үшін сіздерге 4 қойдым. Ренжімеңіздер, бұл біздің ойымыз, сіздермен өмірде доспыз, араласамыз, барлығы жақсы. Жалпылама 3 команда үшін көптен көп рахмет. Жұлдызды қонақтар, сіздерге ерекше алғыс. Сәлемдесу де, биатлон да, үй тапсырмасы да барлығы жоғары деңгейде болды. Рахмет айтамыз. Соңына дейін шыдап отырған Маңғыстау халқы, сіздерге де рахмет. Сезон үшін рахмет. Нұрбол Сағидуллин мырзаға Боранқол қоғамдық бірлестігі Жайдарман Маңғыстау филиалының директор ретінде осы кісіге біздің атымыздан тәж бар. Нұрбол жан үшін де бір қошемет ұрып қойсаңыздар болады. Нұрбол болмаса, қазіргі таңда Жайдарман финалы осындай болмас беді, бәлкім. Нұрбол деме, әуелі алла. Нұртайдың цитатасын. Менің атымнан Ерекеңе 1 килограмм сазан балық. Жаңаөзенге келсе, жеке өзім күтіп алам. Жаңаөзендіктер болса, егер залда... Менің атымнан мына жігіт сыйлық берейін деп жатыр. Ассалаумағалейкум. Пәрекел, той басталды ал. Той емес қой. Мына Кредо парктың атынан Ерекенің жасы үлкен болып, мына Саматтан аз ақша алғаны ұят болар. Үздік ойыншы болған үшін Мәтжанның үстіне 71 мың теңге қосып, құрттай Саматтан асырып қойып, 101 мың теңге общий сыйлық болсын. Кредо парктың атынан. Мен үшін үздік ойыншы Ерека былай тұршы, кім бауырым былай тұр? Ей жаны. Жеке чандар былай тұрындар. Бәсен Нұрлыбай нағып жөні үзу әңгіме айтып жатыр деп едім маған. Жер планетасында тапқан жалғыз бебейім. Қол аяғы балғадай деп осындайды айтады міне. Жай қараң жеңішелеріңе. Жаным, өзімнің атынан 700 теңге. Жетім ішің сау болсын деп жолыңда садақа қылдым. Ерекеңнің қасында закускіге басын искеп отыра бер тек қана. Міне, жүрегім, томпағым менің. Айдың күннің аманында, шалдың жанында нәғып тұрсын. Келсін. Әзіл деп айтам, әзіл бәрі жақсы. Мана сазанды Ерекең емес, мен Ботақаныма берем. Жеке жандар, менің атым Қанаты. Рахмет. Мені ағылшынша үйретші. Камой бар еді қыласың ғой? Рахмет, Нұрлыбай. Мен ағылшыншаны тек қана видеоларда көргем ғой. Қарындасым ренжіме, ол кішкене үзірі бар жігіт. Қарындасым дейсің? Рахмет, қазылар алқасы. Бірден айтайын жатсы ба? Нұрлыбайдан гүлімді тығып отырмын. Алдыңғы 2 ойында уже 4 букетімді алып кетті да, сол бүгін тығып алдында. Ондай әңгімелерді былай бір-біріңмен WhatsApp-пен или былай айта беріңдер. Құрметті қазылар алқасы, үй тапсырмасының ұпай сандарын білейік. Бізде үй тапсырмасы бірінші болып бастаған Татьяна құрамасы. Мәтжан, кішкене ашып көрсетсең, бізде көрінбей жатыр. Жоғары ұпай 5. Жоғары ұпай 5. Татьяна құрамасы толық 5 ұпай. Үй тапсырмасы ұстаздар құрамасы. 5, 4, 5, 5, 5, 4 бүтін оннан. Шатасып кеттім. Қайттан көтерекші, толық 5 ұпай, Және үй тапсырмасын аяқтаған календар құрамасы. 5, 5, 4, 4, 4. 4 бүтін оннан 4 ұпай. Құрметті достар, бізде 3 орын бар, және де кубок медальдарымыз бар. 3-ші орынға 150 мың теңге, 2-ші орынға 250 мың теңге, және 1-ші орынға 350 мың теңге. Бізде және де осындай Маңғыстау облысының ашық чемпионаты жоғарғы лига жолдама республикалық арнайы жобаға
Астана қаласында өтетін республикалық арнайы жобаға жолдама. Бұны енді Абылай бар ма? Өзіміз білеміз, кімге берсек те? Енді бұл жолдаманы бізде бірінші жыл осы лигаға түсіп, финалға дейін өтіп үздік көрінген асабалар Календар құрамасына және бізде Маңғыстау облысы ашық чемпионаты жоғарғы лиганың атынан Астана қаласында әр өңірдің чемпиондары жиналып чемпиондар лигасы деген болады. Жолдама ұстаздар құрамасына. Бізде үшінші орын мына жерге көмектесетін адам бар ма? Зат көп па бізде? Қопырап кетті кәдімгі. Келшеш. Тағы 100 шақты бала алып келші. Столдары көтеріп сөйте берсін. Мынаны бүйте тұршы. Бізде үшінші орын ұпай саны. Так, 5-2 қосам 4-4, 9. 9,6 ұпай. Календар құрамасы. Екінші орын 250 мың теңге, 10,3 ұпай. Татьяна құрамасы. Татьяна, я не пьяный, смогу сыграть тебе фортепиано. Татьяна, пойдем покурим Дамияну, я тебя нашел, Татьяна, наш тань гром. Толық 11 ұпай. 2025 жылы Маңғыстау ашық чемпионатының жоғарғы лиганың чемпиондары ұстаздар құрамасы. Баршаларыңызға көп рахмет. Жайдарманның жайдарлы күндерінде көріскенше. Маңғыстау Жайдарман сіздерді күтеді. Аман сау болыңыздар. Сені атаның қолдайма, әлде тама, мына бала онбай, тәт нашар, кедейге қонбай, елі досым.